Бәріңе сәлем достар, менің қасымда Бек. Бек бізде FPV дронның маманы. Алматы қаласы бойынша номер 1 пилот деп айтсақ та болады. Бүгін бізде ерекше выпуск, кішігірім ғана подкаст сияқты болады, сұрақ-жауап. И дальше уже FPV не, оның барлығын қалай құрастыру керек, қалай ұшыру керек, и осы арқылы айына қанша табыс таба алатынын түсіндіріп айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар, біз бастаймыз. FPV деген не ол өзі вообще? Адамдар түсінбейді қазір, мысалы. Көп кісілер дрон десе уже андай обычный дрон. Обычный дрон елестейді. Иә, сразу. Я FPV дрон деген ол бертін келген негізі дрондардың түрлері ғой. То есть FPV дрон полностью расшифровать етілгенде first person view дейді, ол бірінші жақтан көру деп аударылады, получается, ағылшын тілінен. Ол қалай сонда, мысалы, пилот тұрады орнында, как обычно дрон ұшырған сияқты, бірақ ең ерекшелігі, то есть очки арқылы, көзілдірігі арқылы көреді да, дронның камерасымен. И получается, аспанда өзі ұшып жүрген сияқты погружение болады ғой. Екінші сұрақ, кәдімгі дрон мен FPV-дің қандай айырмашылығы бар? Екеуінің айырмашылығы сол ең бастысы управлениеда ғой. То есть обычный дронда сол горизонтально, вертикально ғана управлять етіп, максимально диагонально ұшып. Онымен де әдемі кадрлар алуға болады, бірақ FPV дронның айырмашылығы сол әдемілігі, сол еркіндік, полностью еркіндік. Драйв. Драйв, то есть сен мысалы осылай тік тұрып стиктерді қозғау арқылы сен мысалы төмен түсіп кете аласың, резкий спуск, мысалы өте жоғары скоростьта мысалы әдемі нелер жасай аласың. Ұшып баратып былай боковой ұшсаң да болады әдемі андай. Андай да, енді білмеймін, бізде енді көп халықтың көзі ондай кадрларға үйренбеген, байқауға болады, көбінесе енді обычный дронға үйреніп қалған ғой. Барлығы да. Дрон десе уже обычный FPV дронның шоттарын кішкене былай түсініксіз қабылдайды халықтың несі. Бірақ енді өзің ұшып, соның барлығын өзің сезінсең күшті адреналин береді. Тем более в очках вообще. Неге сен дәл FPV-ді таңдадың? Неге обычный дрон алмадың? Неге солмен бастамадың? Негізі сол бастаған кезде обычный дронмен бастағанбыз. Негізі иә, обычный дронмен бастадық. Потом уже FPV туралы андай да, FPV-дің вайбы примерно сол 21-лерде бастала бастады, қатты бастала бастады Қазақстанда. И сол FPV-дің кадрларын көрген кезде басында андай түсініксіз болатын. То есть, көрініп тұр, что это шынайы кадр, ол кезде енді искусственный интеллект жоқ қой, көбінесе енді барлығы шынайы кадр жасайды ғой, бірақ басқа сыймайды да, бұл қалай жасалды, обычный дрон бүйтіп ұша алмайды ғой деп ше. И сонымен ақырында біз іздене бастадық. Ол кезде досым бірге екеуміз ұшатынбыз, то есть қызығатынбыз бірге, Дилшат деген дос бала бар. Сол екеуміз қатты қызығатынбыз, сосын ақырын изучать етіп, FPV дрон екенін білдік, сосын FPV дрон осылай екен, ақырын осылай методын түртіп, в общем, біліп, ақырын осы FPV-ға келдік. Еш өкінбеймін, то что обычный дронмен FPV дронға, обычный дроннан FPV дронға ауысқаныма андай да, басқаша бір сезім береді, өзің ұшқан кезде адреналин, то есть сен мысалы айдалада бір 10 километр жақта дронның сол жақта жүреді, сен мына жерде тұрасың, бірақ 10 километр жерде не болып жатқанын, мысалы таудың басында что там происходит, сен өзі мына жерде тұрып реал таймда біле аласың да, сол күшті сезім береді. Енді сенің өзіңнің жеке жолыңа айтсақ, брат, ең алғашқы дроның? Ең алғаш дрон сол мана айтып кеткенде обычный дроннан бастадым өзім. Ол кезде DJI да? DJI болды, DJI Air 2 болды. Ол кезде, қалай қызығып алдым. Ақырындап сол кішкене ақша табу ретінде алдым. Сосын где-то бір жылдай ма ұшып, сол дронмен ұшып жүрдім. И параллельно ақырындап FPV-ді түртіп біле бастадық. Потом уже ақырындап FPV дронға өте бастадық. Өткенде қалай сразу андай емес, дрон сатып алып, сразу коммерция түрі ондай жоқ. FPV дронның кішкене карьерасы кішкене ауырлау, білмейтін жандарға, потому что FPV дронда басында сатып ала салып, сразу ұшып, әдемі кадрлар алып кететін дүние емес. Басында кішкене пульт сатып алып, пультпен симуляторда көру керек болады, потому что енді әркімнің, қалай айтсам болады, настойчивості әртүрлі ғой, то есть талпынысы әртүрлі, біреуге ұнамай қалуы мүмкін, біреуге ұнауы мүмкін. Сол мақсатта білу үшін, өзіңді сынау үшін обычный пультпен, обычный емес, енді FPV дронның арнайы пультін сатып алып, или хотя бы там у кого-то попросить, да, біреуден сұрап алып, көріп, ұнаса, дальше да, тренироваться, қолды жақтықтырып, осы дрон қалай ұшатынын біліп, сезініп, үйреніп алғаннан кейін дальше уже дрон алып, дронмен уже практиковаться ете беру керек. И то практиковаться еткенде
тоже мысалы кейбірлері болады осы этаптан өтеді, дрон алады, дронмен ұшады, бірақ ұнамай қалуы мүмкін да, то есть кейбірлері ары қарай әкете алмайды. Жалпы курстар бар ма осы FPV үйрететін? FPV үйрететін, Қазақстанда байқамаппын шыны керек. Потому что ол үлкен ответственность деп ойлаймын. Андай ғой, енді видеографтар мысалы өздерінің курстарын көбінесе онлайн жасайды. Цветокор, колористер мысалы онлайн жасайды, там онлайн қосылып, зуммен бір-бірімен видео арқылы сөйлесіп, бір-біріне ақыл бере алады да. Бірақ FPV-да бір осы тонкий момент бар да. Сен мысалы, мен сені үйрететін болсам, осылай поляға келіп, кәдімгі офлайн үйреткен дұрыс болады да, чем онлайннан. Сен мысалы, мен саған айтам, сен оны по-любому ұмытып да, поляға келгеннен кейін бір нәрсені білдіріп алуың мүмкін да, то есть потом сен в крайне окажешься. Ең дұрысы, офлайн үйрену. Бұл жақта онлайн деген тема жоқ. Бірінші ұшқан кезде қалай сезіндің өзіңді? Страх болды ма? Бірінші ұшқан кезде ма? Ең бірінші. Ең алғашқы FPV үйреніп, міне заказға шығам деген сияқты. Сондай моментте. Жоқ, енді заказға шығам дегенде екі түрлі история кішкене. Біз басында досыммен қалай бастадық? Прям жақсы информация жинадық, осылай пульт сатып алып, симуляторда үйрену керек екенін тоже біліп алдық. Пульт сатып алдық, там есімде жоқ, 10 мыңға ма, бір обычный ескі пультті, бірақ главное симуляторда поддерживать ететін пульт сатып алдық. Сатып алдық, симуляторда үйрендік, и где-то бір аптадай ма үйрендік енді. Прям компьютерде отырып, күндіз-түні соны ұрдық. И потом ақырындап дрон іздей бастадық. Оны қалай сатып алу, қайдан ол комплектпен сатыла ма? Енді бізде басымызда дрон сатып алу десе, ол комплектпен сразу Каспийге кіріп. Да, очки, барлығы бірге сатылу керек қой. Ал бұл FPV дрондардың бір ерекшелігі сондай да, көбінесе енді қазір енді DJI шығарғаннан кейін енді оңайырақ болды, бірақ бұрындары сол енді біз бастап жатқан кезде одан да бұрын очкиді бір бөлек, пультын бір бөлек, дронды бір бөлек, дронға батарейкасын бөлек, зарядкасын бөлек, барлығын әр жерден сатып алатын. Кейбірлері ғана комплектпен сататын, то есть енді сол ғой, типа біреу сатып алды, бәрін жинады, ұшты, оған ұнамай қалды, сосын сатады, короче. Сондай жағдайларда ғана болмаса, так комплектпен редко кто продает. И солай үйренген кезде симуляторда уже кішкене өзімізге уверенность жинағаннан кейін іздеп бастадық, кім дрон сатады деп. Потом бір объявлениялардан тауып алдық, более-менее арзан, кішкене үйренуге болады деген дрондарды сатып алдық да, сразу сатып алған күні ұшырып, кешке сатып алдық, келесі күні ұшырдық па. И келесі күні андай басқаша сезім, то есть мандраж ғой енді, по-любому өз ақшаға сатып алдың, ана дронды құлатып алу, соға салу оңай да. Еще ол кезде бізде аналоговый система болады. Аналоговый система цифровой системадан кішкене отличаться етіледі. То есть картинка ол кезде андай бұрынғы телевизорлар болады ғой, то есть немен антеннамен көрсетеді. Сондай телевизорлардың качествосымен көрсетеді, короче. И олардың сигналдары там алысқа жетпейді. Енді ол кезде көбінесе алысқа жетпейтін нелер болатын, передатчиктер болатын. Сонымен, в общем, ұшырамыз келесі күні, мандраж, аяқ дірілдейді, аяқ дірілдейді, қолың дірілдейді. Ана дронды ұшырасың бірдеңе, ұшып жүресің, олардың еще батарейкалары где-то 3-4 минутқа максимум жетеді ғой, ұзаққа жетпейді, потому что ол скоростьпен ұшқаннан көп энергия қажет етеді. И вот, короче, ұшырып жүрміз, ұшырамыз. Енді ол кезде әдемі ұшпаймыз ғой, былай әйтеуір ұшқаным дронын көтерген сізге мәзбіз. Ұшып келіп, қондыра алмаймыз ғой ол кезде. Бірақ FPV-де андай да, ұшырасың, бірақ қондырудың өзі де өнерді, дронды әкеліп, мысалы, мынандай биіктікте тастай салу, ол не емес та, то есть профессиональный емес та. Сен әкеліп, әдемі қондыру керексің да. Андай не жоқ па, типа FPV-да, мысалы, обычный дронда ұшырған жерінде точкаңыз жатта болады, и қайтатын кезде бір кнопкамен басып өзі автоматически қонасың. Жоқ, ондай ол кезде болмайтын. Оны ол кезде болатын, бірақ көбісі пайдаланбайтын. Қазір ұшқан жерлерін сақтап алады да, соған возвраттама жасауға болады. Қазір енді әдемі настрой етсең болады да, жасауға. Бірақ ол кезде енді көбісі білмегеннен кейін ондай болмайтын. Дальше кетейік онда. Енді уже жаңа айтып отырсың ғой, алғашқы ұшқаның, ол кезде өзің ұшып үйреніп жатқаның, енді келесі сұрақты уже коммерциялық заказдардан бастайық уже. Типа ең алғашқы заказың и ең алғашқы заказың кезіндегі косяк, короче. Құлатып алып, ұша алмай, дальше типа заказчикке айта алмай деген сияқты ондай моменттер болды ма негізі жалпы? Болды ғой, бірақ есімде бірінші именно коммерция есімде жоқ. Но коммерцияға дейін өте көп дайындалдық, то есть андай ғой, опытсыз по-любому картинкаң әдемі болмайды да.
коммерцияға дейін де сен мысалы біраз нәрсені білу керек боласың. Мысалы дронның үстінде тұратын экшн камераның настройкасын мысалы под коммерция қалай настроить ету керек. Олар қандай качествомен түсіріп жатыр, қанша FPS? Ол кезде бізде GoPro 6 болды. Ну, до конца изучать ете алмадық. Ол кезде енді новичок болғаннан кейін былай өтірік түсіретінбіз енді. Бірақ кейбір съемкаларда енді ситуация болады по-любому, там дронмен связь жоғалтып аласың, косячить етесің. Мысалы кейбір кезде менде өзімде бір случай болды. Пультта дронның кнопкаларын шатастыра беретін. Режим ауыстыратын кнопканың орнына дрондарды сөндіртпейтін кнопканы басып қойып, в общем, бір дронның 9-шы этаждай примерно биіктіктен құлап, в общем, сол коммерция түсіріп жүрген кезімізде ғой. Сондай случайлар болды. Но ең бастысы сол берілмеу керек. И коммерцияда көбінесе енді басында менде өте көп қорқыныш болатын. То есть мен қазір дрон жоғалтып аламын, соғып аламын деген сияқты қорқыныш өте көп болатын. Даже съемкаға келмей тұрып бара жатқанның өзінде, мысалы, или там басында заказчик жазып жатады, осындай съемка жасау керек, маған осындай кадрлар керек деген кезде жаңағыдай воображение, көзің елестетесің ғой, мә осылай жасау керек болады. Уже сол кезде бастап қорқасың да. Но ничего, съемкаға келесің, былай бірінші андай қалай тестовый кадрлар жасайсың, пролеткалар жасау керек болады, енді обязательно жасау керек. Сол кезде кішкене уверенность жинап аласың да, и тұр бермей кетіп қаласың. Анда не болмай ма, мысалы сен айтасың ғой, давай мен бір көріп алайын, кадр қалай болады деп. И заказчик уже ойлап қалмай ма, қандай пилот деген сияқты. Жоқ, ол кезде түсіндіріп айтасың. Бірінші обязательно, қазірдің өзінде де сондай. Бірінші, енді заказдар, съемкалар әртүрлі болады ғой. Кейбірлері адаммен болады, мысалы, адамдардың артынан или там ортасынан өтіп кету керек съемкалар болады. Или там, не знаю, бір зданияның там 4-5 комнатасына ішіне кіріп көру керек болады. Сол кезде айтасың, заказчикқа түсіндіріп. Мен қазір өзім көріп алам, примерно қалай өтем, қалай ұшам деген сияқты. Олар түсіністікпен қарайды, сразу да. Но по-любому репетиция керек, особенно адамдармен съемка болатын болса, потому что адамдар ойнайтын адамдарда дронды сезініп білу керек болады, и өзіңде сол расчет алып адамдармен тоже синхронно жұмыс істеу керек болады. Заказды айттық, енді алғашқы съемканы айттық, алғашқы монтаж ұстаған моменттерді айттық. Енді дальше уже ақша жағынан көшсек, типа FPV мен Қазақстанда жалпы қанша ақша табуға болады? FPV мен енді әркімде әртүрлі, потому что әр пилот өзінің скиллына қарай, өзінің тәжірибесіне қарай, өзінің клиенттермен қалай сөйлесу жағына қарай, өзінің тарифін, өзінің қалай айтайын, прайсын әртүрлі айтады да. То есть андай қатып қойған прайстар жоқ, но соңғы кезде конкуренция көбейді, шыны керек. Өткен жылы мысалы көп, потому что DJI аватар шықты ғой. Любой адам алады Каспийде. Любой адам Каспийде рассрочка алады. Көбінесе андай да, сол обычный дрон ұшырып жүріп, FPV-ға қызығатындар. Енді ол жағы бір жағынан тоже дұрыс, там скилл көтеру үшін, хотя бы кішкене болсын дронын ақтау үшін, ол да дұрыс, бірақ қатты тым шеттен шығып кетпеу керек та. Енді сол баға жағына келетін болсақ, енді өзім лично басында енді бастап жүрген кезде где-то бір 500 мыңға дейін ғана шығар табатынмын. Одан кейін ақырындап скилл көтере бергеннен кейін до миллиона. И қазір енді шүкір миллионнан асады ғой. Айлық, айына миллион жарымға дейін баруы мүмкін. Окей. Мен енді опытный пилоттар бұдан да көп табуы мүмкін. Одан да көп табатындар бар, әрине. Потому что ол енді жігіттер бұрыннан бері айналысып жүргендер. Фундаменттері уже қатайған, өздері де қатайған, скиллдары да қатайған, өздерінің клиентский базалары бар деуге болады. Енді олар где-то бір 5 миллионға дейін табат шығар деп ойлаймын айына. Ең мықтылары 5 миллионға дейін, средний 3 миллион, 2 миллион. Потому что FPV дронның возможности көп болғаннан кейін почти барлық сферада қолдануға болады. Мысалы, обычный дронмен біз мысалы концерттерде ұша алмаймыз, то есть андай, мысалы Алматы аренаның ішінде концерт болатын болса, енді обычный дронмен ұшып атады, бірақ андай да, то есть кадр биіктіктен кадр да, дронның кадры, и все. FPV дронмен концерттерде ұшатын болсақ, андай әдемі динамичный кадрлар алуға болады да, айналдырып деген, мысалы адамдардың үстінен жақындатып, мысалы артистке жақындап, әдемі кадрлар алуға болады. И в то же время FPV дронның очкиден трансляцияға беруге болады. Ол да бір, то есть үстінен, то есть пилотқа да плюс, үстінен ақша қосылады деген сияқты әңгіме да. И солай
көп жерлерде мысалы ақша табуға болады. Недвижка тоже самое. Ну, то есть дронның возможности өте көп. FPV туралы енді көріп қызығып жатыр ғой көбісі көрермендердің. И олар мысалы бастайтын болса, например, мен бастайтын болсам, мен FPV вообще білмеймін, мен айына қанша таба аламын? Новичок болып. Ну, басында бастағанда сен, наверное, уже таппайсың пока что. Сен наоборот FPV дронға жұмыс жасайсың. Басында енді пока скилл өзіңе уверенность скилл көтергенше, пока что дронға ақша жасау керек болады. Ну, как бұл считай уже бизнес сияқты ғой. То есть оказание услуг қой, былайша айтқан кезде. По-любому басында дронға саласың ақша, потом уже ақырындап ақтай бастайсың скиллыңды көтерген сайын. Бір заказда орташа чек бола ма? Орташа чек болады, иә. Сол мысалы кафе, ресторандарды, андай шаблонный съемкаларда где-то 100 мыңнан жоғары ғой. Егерде съемка, тек қана съемка болатын болса, иә 100 мың. Ал егер там монтаж не керек болатын болса, чек көбейе береді. Жақсы табады екен онда. Ал егерде енді көбінесе сондай заказдар енді келіп түсіріп монтаж беру керек болады. Ал андай съемкалар болады, кәдімгі сменамен шығасың там клиптің или там білмеймін сериалдың, фильмнің нелерге, оларға уже сменамен шығасың. Смена где-то бір 200 мыңнан жоғары ба. Бір күндік, короче. Бір смена негізі 6 сағат па қанша? Енді бізде Қазақстанда көбінесе 12 сағат қой. 12 сағат бір смена. То есть негізі 8 сағат болу керек қой. Бірақ енді өзіміз білмеймін, өзіміз солай үйреніп қалдық та. Короче, 12 сағатта 200 мың теңге. Иә, 200 мыңнан бастап қой. Там уже по идее задачаға байланысты, егерде задача қиындай берсе, иә, көтере береді. Бағасы көтеріле береді. Алдын ала жоспарлап, алдын ала келісіп алу керек, ертең әйтпесе басында мынандай задача болды, потом площадкаға келген кезде басқа задача болса, кішкене келіспеушіліктер болып қалып, түсініспеушіліктер болып қалуы мүмкін. Дальше кеттік онда. FPV сен үшін хобби ма или уже тұрақты жұмысың ба? Тұрақты жұмысым деп. 40 жасқа келіп, или 50 жасқа келіп, FPV ұшырғанда ойлайсың жалпы өзіңді көре аласың ба? Көре алам, иә, көре алам, неге көрмеске. Қазір енді басында бастағанда, қалай айтсам болады, басында бастағанда кішкене хобби ретінде бастаған шығармыз, бірақ уақыт өте келе ақшаның дәмі келгенде уже жұмыс болып кетті да? Иә, уже жұмыс болып кетті, иә, қазір мысалы енді андай емес қой. Көбісі енді мысалы айтады қымбат дейді сендердің услугаларың, кейбірлері прям айтады қымбат екен, өте қымбат екен дейді, бірақ артта үлкен еңбек жатқанын мысалы клиентке енді не волнует қой, по идее, сен оның требованиясын главный жасап берсең болды ғой. А так сен қалай мысалы еңбектендің, қалай болған келдің деген сияқты әңгіме ол клиентті қызықтырмайды да. Бірақ кейбір клиенттер түсінеді, особенно осы кино саласында жүргендер, мысалы киношниктер неге қымбат екенін түсінеді. Постараются, да, ну, стараются біздің бағаға келісуге. Енді заң жағынан керек енді. Мысалы Ташкентте вообще дрон кіргізбейді екен, естуім бойынша. Иә. Россияда да тоже солай. Вообще дрон кіргізбейді. Уже тексеретіндей, андай тексеріп отырмайды да, мына қандай дрон, ой, ну, видео түсіретін дрон екен ғой деп тексермейді. Дрон болса полностью, иә, уже дрон болса уже алып қалады шекарадан. Енді Қазақстанда бар ма ондай? Жалпы запретный жерлер бар ма? Түсіруге болмайды деген сияқты. Қазақстанда Есентайдан басқа. Есентайдан басқа Астана полностью сондай қала. Ол жақта уже мемлекет. Иә, енді бүкіл органдар сол жақта болғаннан кейін, мемлекеттік органдар сол жақта болғаннан кейін қалада полностью запрет, бірақ енді тихоря ұшатындар бар. Мойындау керек. Ну, дронды көтердің, тез дрон шот керек кадрларыңды алып алдың, и кетіп қалдың деген әңгіме ғой. Но егерде ұстаса, енді последствиялар болуы мүмкін, там штраф или дроныңды там авиационныйдан алып кету деген сияқты проблемалар келуі мүмкін. Но Алматыда бізде көбінесе спокойно, то есть свободно ұша бересің, ондай жоқ. Бізде даже бір случай болды. Әл-Фарабиде Нұрлы тау бар ғой, соның маңайында ұшып тұрғанбыз. Заказчикпен осылай мен ұшып тұрмын, ол қарап тұр, қасымызға гаишниктер келді. Сразу. Жоқ, олар, короче, келіп, оказывается, тұрған екенбіз, оны көрмей, келіп, ұшып тұрған екенбіз. И олар бізге келіп, не ұшырып тұрсыңдар, не түсіріп жатсыңдар деген сияқты. Сұрақтар қойды, заказчик өзі жауап береді. Жауап беріп, негізі заказчик жауап бере ма басқа жерлерде, мысалы заказға шығатын болса? Иә. Любой жерде. Иә, заказчик жауап беру керек болады. Енді ол біздің услугамыз заказ беріп тұрғаннан кейін ол да рисковать етіп отыр. Атак енді өзің үшін ұшатын кездерде енді ұсталатын болсаң, енді білмеймін, өзім личный раз Алматыда ондай жағдай болмады. То есть
ұсталынып қалып мысалы там проблема болып деген сияқты ондай жағдайлар болмапты. Техникаға көшейік енді. Бағасын білдік, бір чек қанша тұратынын білдік, жауапкершілікті білдік, барлығын біліп алдық. Енді техника, жалпы FPV қанша тұрады? Өзің жинайсың ба оның барлығын? Мен сен стористерден көремін ғой, өзің жинап отырасың, андай нелері бар, өзі андай күйдіретін бірдеңелері бар, airbag-лары бар. Обязательно, иә. Былай айтайын, енді ол қалай айтсам болады, бүкіл пилоттардың, опытный пилоттардың боль сұрақтары ғой. Өйткені енді мана айтқандай сол дрон сатып алу десе біздің енді қарапайым адамдардың басына сразу комплект есіне түседі ғой. Пульт, очки бәрі бірге сатып алу керек. А мынада сен өзіңе керектілерін бөлек-бөлек сатып аласың да. То есть қалтаңдағы бюджетке қарайсың, алғың келген заттарға қарайсың деген сияқты ғой. И андай бар да, мысалы сен очки мен пультты бір рет сатып алдың, и сонымен біраз уақытқа дейін жүре берсең болады. Ал дрондарды сен мысалы ауыстырасың или там қиратасың, жоғалтып аласың деген сияқты моменттер болады. Сол кезде уже дрондар мысалы ауыстырылуы мүмкін, или там, не знаю, сатып жіберіп ескіреді дрон, қирайды деген сияқты нелер, запчастары уже ескіреді, соғып неткеннен кейін. Сол кезде уже просто дронды ауыстырасың. Ну, былай айтайық, хоббиға кіру или там профессияға кіру, егер де прям серьезно коммерцияда жұмыс істеймін десеңіз, где-то бір миллионнан басталады ғой. Бір дрон, бір FPV. Жоқ, комплект. Комплект? Комплект дрон, иә. И андай да бар, мысалы, полный комплект, допустим, бір дрон, негізі профессиональный пилотта 2 дрон болу керек, как минимум. То есть ол синевуп дрон, пропеллерлер жабық, и 5 дюймдық фристайл дрон, то есть чтобы экшен, там, скоростной видеолар түсіру үшін, да, далада ашық жерде. И вот осы комплект где-то бір 800 миллионның аралығында, егер де коммерциямен айналысам десеңіз. Ал егер де хоббимен там для себя ұшам, FPV дронның дәмін сезгім келеді десеңіз, енді арзан варианттар да бар. Білмеймін қазір қалай болады рынок, но где-то бір ойлаймын 350-ден басталады деп ойлаймын. Потому что очки, пульт бәрін алу керек болады. И андай китайский сайттарда бар ғой, 40 мың теңгеге дрондар. Ол шыт болмайды ше, анау ше. Батарейка 3 минутқа, 1 минутқа жететіндер. Ол андай ғой, ради забавы ғой. Ойыншық қызық үшін алатындар. А так енді прям жақсы профессионал дронда, профессионал пилотта минимум 4 дрон болу керек. Ол қалай? 2 синевуп дрон, 2 5 дюймдық дрон. Неге? Өйткені сен мысалы үлкен заказ алдың, там да, клиптің съемкасына келдің, там Алматыдан бір 200 километр жаққа кеттің. И сенде бірақ дрон, условно там 5 дюймдық бір дрон ғана. А сенде задача там бір дегенлердің араларынан өтіп, ну, қиын задача тұрады да. И сен дронды не дай бог ұрып алдың, и сенде бірақ дрон заказчикқа айта алмайсың ғой. Қадалдың, короче. Оның басында тұрған экшн камерасы мысалы ұрып алсаң, тоже экшн камерада тоже запасной болу керек, потому что сен профессионал пилот болғаннан кейін сен задачаңды қалай аяқтайсың, қалай жасайсың, ол бір құдайдың қолында да. Вот. Бір дрон көрсетейікші, бағасы мысалы мына дрон қанша тұрады? Мына жерде 2 дрон класстарға бөлінеді. Мынау мысалы крупныйда мынау 7 дюймдік FPV дрон. Бұл негізі классы дальнолет дрон. То есть алыс қашықтыққа ұшуға арналған дрон болып есептеледі. Бірақ мен бұл дронды өзім жинадым, бас-аяғы запчастарды заказ беріп Қытайдан, раманы бәрін заказ беріп. Бірақ негізгі мақсаты синий лифтер класс болу керек болған, бірақ оған әлі жете алмай жатырмын. Синий лифтер деген басына кәдімгі үлкен кинокамера. Көрген. Үлкен дегенде енді бұның негізгі кинокамераны көтере алмайды, дронның күші жетпейді. Көтергеннің өзінде де андай әзер ұшады. Бірақ Blackmagic Studio мысалы, Sony ZV E1 мысалы жеңіл камераларды көтере алады. Смело, да? Көтеріп, ну, андай базовый FPV кадрларды алып бере алады. Ал енді прям фристайлдеді, бұлай айналдырып, оған енді күші жетпей қалады. Бірақ өзінің раманың негізгі қалай айтсам болады, задачасы сол дальнолет қой, алысқа дронның күші жеткенше, батарейкасының қуаты жеткенше ұша алатындай дрон ғой. Бұл қанша тұрады общий? Бұған где-то мен қанша бір 250 мыңдай құртқан шығармын. Ал мысалы сайттан дайын жиналған түрін сатып алсаңыз, где-то бір 400 мыңға дейін кетіп қалады. Иә, то есть дронда айтқым келгені андай эконом жасайтын жерлерде бар. То есть производитель мысалы брендтер переоценить еткен запчастьтері де бар. Мысалы кейбір моторлар, допустим, да,
бір характеристикадағы моторлар брендке байланысты, там допустим біреуде қымбат болуы мүмкін, біреуде арзан болуы мүмкін да. Солардың барлығын білу керек. То есть дронда енді дронның класстарына келгеннен кейін айта кететін моменттер бар. То есть жаңағы айтқандай эконом жасайтын моменттер де бар, эконом жасамайтын да моменттер бар. Эконом жасамау керек. Егер де сен коммерциямен, болашақта коммерциямен айналысам десең, сен мысалы очкиге, пультқа эконом жасап керек жоқ, потому что очкиді сен пультты бір сатып аласың, то есть ол сенде қала береді. Как минимум бір 2-3 жылда сенде болады, потому что енді 2 жылда технология обновляться етіледі, очкиде в основном көбі обновить етеді. Сол ал эконом жасау керек осы дрон құраған кезде ғой, то есть запчастьтарда сол моторлары мысалы средний класстағы моторларды алып, там үйренуге мысалы арзан дрон сатып ала салуға болады мысалы. Мынау өзі ішінде мысалы қазір таныстыра кетсем, мынау получается рама, 5 дюймдік рама, 5 дюймдік неге пропеллерге бөлінеді. Пропеллер 5 дюйм болса, значит дрон 5 дюймдік дрон деген сөз. Моторлары, мынау мысалы моторы, мынау GPS сигналы, иә, мынау пультқа беретін антеннасы. Мына жерде тағы антенна салынады. Бұл камераның очкиға жіберетін. Ең қымбаты запчасті бұның ішінде осы камерасы ғой. Бұл манағы екеуі біреуінде ғой. То есть сразу жазады и осы арқылы көріп тұрасың. Ішінде несі бар? Регулятор скорости и полетный контроллер. То есть олар тоже нормально ақша тұрады. Егер де уже сен опытный пилот болатын болсаң, тоже қымбаттарағына ала беруге болады, потому что егер жоғалтпай не ұшырам десең, дронды ұрмай соқпай ұшырам десең, қымбаттарағына ала беруге болады. В целом осы ішінде тағы бір класс дрон бар. Осы, мынау синий болып дрон. Концерттерде, помещениеде, адамдардың маңайында осымен ұшамыз. Жаңа сен айтқан осы қорғалған пропеллерлер қорғалған. Именно обязательно осымен ұшу керек. Адамдардың қасына тисе де қатты тимейді. То есть по-любому ауыртпайды. Иә, қатты скоростьта ұшпайсың, көбінесе жай 15-30 сол скорость км/ч 15-30 км/ч-тың арасында ұшасың да. 30 км-дің өзі біраз бар ғой негізі. Жоқ, прям айдап кеп тимесе, а так көбінесе былай жаналап өтеді ғой. Адамдарды көріп тұрасың по-любому. Бұл қанша тұрады бағасы? Бұл примерно енді бұның ішінде именно осы ең қымбат камерасы, бұл где-то бір 250 мыңға ценить етіледі. 250. Енді бұның өзі басында жиналған бағасы 150 мың болған. Бұның ішінде мен потом моторларын ауыстырдым, камерасын сапасы жақсысын қойдым. Сонымен где-то қымбат. Мынау получается қанша дедің? Так, мынау где-то бір 250 мыңға жиналды. Біз былай көтере салайық. Кеттік давай. Мынау 250 мыңға жиналды. Тағы камерасын егерде ауыстыратын болса, где-то бір 300 мыңға ценить етілетін дрон. Мынау ең қымбат дроным, бұл косякпен жиналған дроным. Потому что мен бұған ішіндегі заттарын күйдірдім, камерасын, передатчигін күйдірдім, соны қайттан заказ бердім. В общем, бұл где-то 450 мыңға жиналған дрон. Өзінің бағасы где-то Қытайдан заказ беретін болсаңыз 300 мыңға шығады ғой. 300 мың. Иә, мынау да примерно сол 400 мыңның бағасында дрон ғой. Мынау 250 мың примерно. Ал очки, пульт, олар где-то очки 250 мыңға шығады. Пульт где-то 100 мың. Ну, тоже андай неге байланысты. Қандай пульт өзіңе қалайсың, соған байланысты ғой. В целом где-то бір 35 мыңнан басталады. Ары қарай кете береді. Потолок где-то бір 130-140 мыңға дейін барады пульттар. Запчастьтарын сайттан заказ бересің? Запчастьтарын көбінесе Қытайдан заказ беремін. Қандай сайт? 1688? Жоқ, Пиндодадан, Алиэкспресстен. Қай жерде қалай бағалары арзанырақ болса, заказ бере береміз ғой. Бұл мен сенің сторисінен бір көріп қалып едім, рамасы бөлек алғансың и моторларын өзің саласың да? Иә, моторларын камерасын ішінде сол манағы айтып кеткен несін регулировка жасайтын скоростарды. Платалар не мысалы астында тұр ғой, сол платаларын мысалы бөлек-бөлек. Тоже пайкасын жасап, құрастырып, оны еще прошивать ету керек, настроить ету керек. Тоже бұл жақта да уже өнер керек құрастыруға. Иә, басында пайкалай алмайтын, то есть басында енді вообще бір ештеңе білмейтін, дронды даже болтиктер шуруптарын алып, дронды ашуға қорқатын даже. Қазір уже басқа ұрып, проф болып кеттің ба? Үйренуге тура келді. Андай минусты плюсқа жалғап қойып ондай моменттер болмады ма? Болды, әрине одан өту керек. Қорқсаң да өту керек, потому что енді бұл дронды түсініп, тоже үйрену керексің. Үйреніп алғаннан кейін уже дронды примерно түсінесің, и ол кезде уже соқпай, қиратпай, жоғалтпай нетесің ғой, үйренесің ғой. Максимальный скорость көрсетейін ба? Так, максимальный скорость 35 па? 40 па? 40, 38. Аха, көріп тұр.
қазір. О, 130. 150-ге бару керек та қазір. Қазір может мына жақтан кішкене жел болып тұр ма? Жел бәрі әсер етеді да. 150, 160, 170. 170-ге барады екен ғой оказывается. Мен Мерсиннен жүреді ғой. Мен 150-де жүрмін ғой. Мына мешітте бірінші рет емес сен түсіратқан. Жоқ, бұл мешітті былтыр түсіріп шулаттық қой біраз. ЗТБ-ға шығып кетіп. Иә, көргем. Сосын анау біреу салған еді ғой сенің ең соңғы рилстардың біреу рекке шығып кетіп. Иә. Мен терең құрды ма? Терең құрды. Терең құрды, бірақ ол кезде обычный дрон болды. Да? Обычный дрон. Бәсе, анау басқаша қозғалғанда тік қозғалып баратыр да ше. Иә. Мен ойладым FPV деп. Енді андай ғой, мана басында айтып кеттім ғой, халықтың көзі FPV-ға үйренбеген да. Андай вайбовый заттарды лучше обычный дронмен берген дұрыс та. Мынандай мысалы дрондармен қалай айтсам болады, андай бір мысалы тауларды экстрим арқылы, мысалы таулардың үстіне барып, шыңына барып, осылай резкий спуск жасап, таудың бойымен әдемілеп түскенге әдемі кетеді да бұл дронмен мысалы. Таулардың қыртысын жергенге әдемі. Зданиялардың ішін мысалы көбі бара бермейтін, мысалы осы мешіттің ішін қарапайым көп халық енді мысалы Алматыда тұрмайтын халықтар білмейді да. Мешіттің іші қандай екен, там фотолардан, видеолардан үзінді ретінде ғана көреді да. Мысалы FPV дронмен бұның камерасы ширек қой. Иә. Осы дронның көзімен мысалы әдемі жеткізуге болады да мешіттің ішін. И мысалы халық білет та, қона берейік. Басында осылай аккуратно келіп қондыра салу қиын болады да, үйренген кезде. Потому что дронның несін сезбейсің, габаритін сезбейсің. Қиын болады. Иә, көбінесе андай даже бұлай ұстай да алмайсың да бір орында. Оған тоже қатты опыт керек, кәдімгідей опыт керек болады. Вот осы достар, выпуск ұнаса, видео лайк басып кетіңіздер, комментарий жазыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетсеңіздер де болады. Осы FPV жайлы сұрақтар болса, оқыл үйренгілеріңіз келетін болса, бекке жаза берсеңіздер болады. Осымен аяқтайық. Иә. Рахмет барлықтарыңызға. Выпуск ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі выпускта кездескенше сау болыңыздар. Рахмет, брат. Саған да дұрыс.